Ертеде бір ешкінің жет лағы болыпты. Бір күні ешкі орманға баруға жиналып, лақтарын шақырып алып, ақылын айтады. Шырақтарым, ешкімге есік ашпандар, орманда қасқыр жүр. Мен келгенде, шырақтарым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді деп әндетемін дейді. Осы кезде терезе сыртында тұрған қасқыр ешкінің лақтарына айтқан сөздерінің барлығын естіп алады. Ешкі кетісімен қасқыр есікті қағып, өзінің жуан әрі жағымсыз даусымен оның әнін айтады. Бірақ лақтар қасқырдың даусы екенін біліп, есікті ашпайды. Қасқыр саудагерге барып, бор сатып алды. Бордың бір кесегін жегенде даусы аздап жімішкерді. Осы дауыспен ән айтып еді. Лақтар тағы алданбады. Қасқыр ұстаға барып, даусын жімішке ету үшін өзіне тамақ жасатып алады. Дауысы ешкінікі сияқты жіңішке болып шығады. Бірақ жаңа дауыстың да көмегі болмайды. Лақтар қасқырдың аяғын көріп қойып, есікті ашпайды. Қасқыр жылдан наубайшыға барып, аяғына себетін ұн сатып алады. Қасқыр есік алдына қайтып келіп, ақ аяғын лақтарға көрсетіп тұрып, әнге басады. Шырақтарым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді, қорықпаңдар, есікті ашыңдар дейді. Лақтар қасқырға сеніп есікті ашады. Қасқыр үйге кіріп келгенде, лақтар жан жаққа қашып тығылып қалады. Қасқыр олардың бәрінде тауып жеп қояды. Кек біреуін ғана таба алмай қалады ол, сағаттың артына тығылған еді. Қарны тойған қасқыр ағаш көлеңкесіне жата кетіп ұйқыға кіріседі. Ұзамай ешкі үйіне оралады. Есікті итерсе, есік ашық тұр екен. Ешкі үйге кіріп, лақтарын шақырады. Аман қалған лақ қарсы алдынан шығып, болған жайды айтып береді. Ешкі мен лағы үйдің артына шығып қараса, қасқыр көгалда шалқасынан түсіп, қорылдап жатыр екен. Ешкі мүйізімен қасқырдың қарнын жарып жіберіп, 6 лағын құтқарып алады. Бәрі де аман есен екен. Ешкі мен лақтары қатты қуанады. Қасқыр оянбай тұрғанда, ешкі оның қарнын паспен толтырып, қайтадан тігіп қояды. Шөлдеген қасқыр су ішпек болып құдыққа барады. Сол кезде оның ішіндегі ауыр тастар оны төменге тартып, қасқыр құдыққа құлап батып кетті. Осымен ертегіңіз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Үйшік ертегісі. Ертеде жапан түзде кішкентай ғана әдемі үйшік тұрған екен. Ол бос тұрды, ішінде ешкім жоқ еді. Бір күні үйшіктің қасынан шиқылдауық тышқан өтіп бара жатып, үйшікте кім тұрады деп сұрады. Ешкім жауап бермеді. Тышқан үйге кіріп сонда тұра бастады. Көп ұзамай секіріп, бақылдауық бақа келді. Үйшікте кім тұрады? Мен шиқылдауық тышқанмын. Ал сен кімсің? Мен бақылдауық бақамын. Кел, бірге тұрайық деді тышқан. Екеуі енді жайғаса бергенде, жүгіріп қорқақ қоян мен қу түлкі келді. Үйшікте кім тұрады? Мен тышқанмын. Мен бақамын. Ал біз, қоян мен түлкіміз, бізді де кіргізіңдерші. Олар да үйшікке кіріп, төртеуі бірге тұра бастады. Біраздан соң сұр қасқыр да келіп қосылды. Үйшіктің іші, шу, бәрі терезеден қарап мәз болып отыр. Үйшік кішкентай болса да, достар бір-біріне сыйысып, көңілді өмір сүрді. Бір кезде орманнан дәу маймақ аю шықты. Ол үйшікті көріп гүрілдеді. Үйшікте кім тұрады? Аңдар қорқып кетті. Біз тышқан, бақа, қоян, түлкі және қасқырмыз. Сен кімсің? Мен аюмын. Мен де сендермен тұрамын. Ой, аю, сен үлкенсің ғой, сыймайсың деп шулады аңдар. Бірақ аю тыңдамады. Ендеше мен шатырда тұрамын деп, үйшіктің төбесіне шығып алды. Сол сәтте үй сатыр-сұтыр етіп қирай бастайды. Ағаш үйшік аюдың салмағын көтере алмай қирап қалады. Аңдар жан жаққа қашып үлгерді. Әйтеуір бәрі аман қалды. Достар ренжіскен жоқ. Олар, кел, бәріміз бірігіп жаңа үлкен үй салайық деді. Аю бөрене тасыды. Басқалар да көмектесті. Сөйтіп олар бұрынғыдан да үлкен әдемі үй салып, тату тәтті өмір сүріпті. Балалар, ертегі ұнады ма? Ендеше лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.
және видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мақта қыз бен мысық ертегісі. Бір күні мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысығын шақырады. Бірақ мысығы келмейді. Мақта қыз: "Келмесең келме" дейді, мейізді өзі жеп қояды. Арада бір шама уақыт өткен соң мысығы келіп: "Мені неге шақырдым?" деп сұрайды. Мақта қыз бірақ оған еш нәрсе айтпайды. Мысық: "Ендеше мен сенің айраныңды төгем" дейді. Мақта қыз: "Онда мен сенің құйрығымды жұлып алам" дейді мысығына. Мысық мақта қыздың айтқанын тыңдамастан айранды төгіп жібереді. Мақта қыз мысықтың құйрығын жұлып алады. Мысық: "Мақта қыз, құйрығымды берші" дейді. Мақта қыз болса: "Менің айранымды төле" дейді. Содан мысық сиырға барады. "Сиыр, маған айран берші" дейді. Сиыр оған: "Менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші" дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, жапырағымды берші" дейді. Ағаш мысыққа: "Мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ берен" дейді. Мысық су іздеп бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңіздерші" дейді. Қыздар оған: "Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз" дейді. Мысық дүкенге барады. "Маған сағыз берші" дейді. Дүкенші: "Маған алдымен жұмыртқа әкеліп бер" дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, "Маған жұмыртқа берші" дейді. Тауық: "Маған дән әкеліп берсең, мен саған жұмыртқа берем" дейді. Мысық: "Енді не істеймін" деп бара жатқанда, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. "Кез жаныңның барында айт, үйіңде не бар" дейді. Тышқан қорыққаннан: "Үйімде бір табақ тары бар" дейді. Мысық: "Маған бір уыс тары бер" дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш оған жапырақ береді. Жапырақты алып сиырға береді. Сиыр айран береді. Айранды апарып мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын қайтарып береді. Осымен ертегіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Егер мультфильм ұнап жатса, лайк басып, каналымызға жазылыңыздар. Бауырсақ ертегісі. Бір күні шал кемпіріне: "Кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп берші" деп өтінеді. Кемпір бауырсақты қаймаққа илеп, ыстық майға пісіріп, оны суысын деп терезенің алдына қояды. Бауырсақ жата-жата жалығады. Бір кезде ол терезеден домалап жерге түседі де, орманға қарай зымырай жөнеледі. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан қоян шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Қоян, сен мені жеме. Мен саған өлең айтып беремін. Менің атым бауырсақ, қаймаққа мен илендім. Ыстық майға пістім мен, суыдым терезе алдында. Ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме. Ұстатпаймын қоян, сағанда. Деп бауырсақ домалай жөнеледі. Ол одан әр домалап келе жатса, алдынан сұр қасқыр шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Қасқыр аға, сен мені жеме. Мен саған өлең айтып беремін. Менің атым бауырсақ, қаймаққа мен илендім. Ыстық майға пістім мен. Ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме. Қояннан да құтылдым. Ұстатпаймын қасқыр, сағанда. Деп бауырсақ зыта жөнеледі. Бір кезде оның қарсы алдына дәу аю шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Ей, маймақ аю, сен мені қайдан ұстайсың? Тыңда, мен саған ән айтамын. Менің атым бауырсақ, қаймаққа мен илендім. Ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме. Қоян мен қасқырға ұстатпағам, ал саған аюжан, ұстатпаймын мүлде. Аю бауырсақты тек көзімен шығарып салады. Бауырсақ домалап келе жатса, оған ку түлкі жолығады. Амансың ба бауырсақ? Жүзің қандай қызарған, иісің қандай тамаша. Мен сені жеймін. Түлкі бикеш, сен мені жеме. Мен саған тамаша ән айтып беремін. Менің атым бауырсақ. Қаймаққа мен илендім. Ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме. Қоян мен қасқырға, дәу аюға ұстатпадым. Ұстатпаймын сағанда. Әнің шынында да өте жақсы екен.
бірақ менің құлағым естімей қалыптыр. Бауырсақ, сен менің тұмсығыма шық та, әніңді тағы бір рет қаттырақ айтшы. Бауырсақ түлкінің тұмсығына секіріп мініп алады да, бар даусымен әнге басады. Сол кезде түлкі аузын ашып, оны ап деп ұстап алады. Түлкі, тоқта. Сен мені жеп қайтесің? Жүр одан да біздікіне. Атам мен әжеме барайық. Олар сені дәмді самсамен тойғызады. Түлкі ойланып қалады да келіседі. Олар жолшыбай өздерімен бірге қоянды, қасқырды және аюды ертіп алады. Үйге келсе, әжесі көп самса пісіріп қойыпты. Қоянға орам жапырақ пен сәбіз салынған самса, қасқыр мен түлкіге ет қосылған самса, ал аюға таңғурай мен бал қосылған тәтті самса тиеді. Барлығы мәз-мейрам болады. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Балалар, егер сіздерге ертегі ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Арыстан мен тышқан. Бірде Айбынды арыстан өз апанының алдында мамыража ұйықтап жатты. Ол өте қатты ұйқыға кеткен еді. Осы кезде кіп-кішкентай тышқан жүгіріп келіп, байқаусызда арыстанның үстінен секіріп өтті. Арыстан оянып кетіп, ашыланғаны сондай, тышқанды табанымен басып қалды. Ол оны жеп қоймақшы болды. Тышқан қатты қорқып, «О, аңдар патшасы, мені жібере көр. Күндердің күнінде менің де саған көмегім тиер», деп жалынды. Арыстан мына сөзді естіп, «Ха-ха-ха, мына кіп-кішкентай тышқан маған қалай көмектеспек?» деп күлді де, оны босата салды. Арада біраз уақыт өтті. Бірде арыстан аңшылардың құрған торына түсіп қалды. Ол қанша тырысса да тордан шыға алмады. Арыстан шарасыз күйде ақырып, бүкіл орманды басына көтерді. Мұны естіген тышқан бірден жүгіріп келді. Ол өзінің өткір тістерімен мықты арқандарды шырт-шырт қия бастады. Көп ұзамай тышқан торды тесіп, арыстанды босатты. «Көрдің бе, арыстаным?» деді ол. «Кішкентай тышқан да аңдар патшасына көмектесе алады екен». Содан бері арыстан мен тышқан айнымас дос болып кетіпті. Кішіні қорлама, көмегі тиер зорға деген осыдан шыққан деседі. Достар, егер сіздерге ертегі ұнаса, лайк басып арнамызға жазылыңыздар.